Алла Тағала мекенді жаратты. Өзі мұқтаж болмады мекенге. Бірақ сол мекендердің ішінде қасиетті қылып мешіттерді жаратты. Және ол жай жаратып қана қойған жоқ. Алла Тағала сол қасиетті мекендерді бізге нәсіп етті. Біз сондықтан Аллаға сансыз шүкір етсек болады. Өйткені жер бетіндегі ең қасиетті орындар олар мешіттер. Өйткені ол жерде пенденің, құлдың маңдайы сәждеге тиетін орын. Сондықтан мешіт деген сөздің өзінің аты айтып тұрғандай, сәжде қылатын орын. Жер бетіндегі сәжде қылатын орындар көбейген сайын жер бетінде зұлымдықтар азаяды. Жер бетінде береке, ырыс артады. Сондықтан бізде қазақта мақал бар, азанды ауыл арымас деген. Қай жерде Алла Тағаланы ұлықтап, қай жерде Алла Тағалаға құлшылық етілген жерлерде, ол жерде табиғи апаттар, не бір жаңағы зұлымдық аурулар болсын, бәле-жалалар ол жерден шет жүреді. Сондықтан біз осы мемлекетімізде мешіттер көбейіп жатыр, Аллаға шүкір. Осыны біз өте мақтан тұтамыз. Осыған Алла Тағалаға сансыз шүкір етеміз. Алла Тағала осы нәрсені бізден алып қоймас екен, осыны Алла Тағала бізден айырмас екен деп тілейміз. Енді ешкімге маңдайын имеген маңдайыңызды Алла Тағала ғана үшін ие болу үлкен бақыт қой. Үлкен бақыт. Сондықтан осының қадірін түсінуіміз керек. Жалпы ел болып, жұрт болып, мұсылман баласы ретінде менің өтінішім осы бүгінгі болып атқан, беріліп атқан нығметтер бұл. Алла Тағаланың осы нығметтердің қадірін біліп, осыны жақсылап сезініп, осының қадіріне жетсек екен деген тілегім бар. Өйткені бұл жер бетіндегі мешіттер, ең қасиетті мешіт ол Меккедегі Әл-Харам мешіті, одан кейін пайғамбарымыздың мешіті, одан кейін жер бетіндегі басқа жерлердегі мешіттер. Сондықтан мешіт Алла Тағалаға құлшылық қылатын мінәжат орны, Алла Тағалаға қонақ болатын орын. Былайша айтқанда, барғанша қонақ үй алады, келген соң үй иесі ұялады деген қазақта сөз бар. Сол сияқты да біздің мешітке барып, ол жердегі тілегімізді тілеуде Алла Тағалаға қонақ боламыз. Яғни қонақтың, бізде қазақта бір жақсы дәстүр бар, қонақтың кетер кезде оның бұйымтайын сұрау. Сол сияқты да біз Алла Тағалаға келіп үйіне қонақ болып, оны бұйымтайымызды айтсақ, Алла Тағала ең жақсы күтуші ғой. Біздің ең жақсы жаңағы тілегімізді беруші емес пе? Сондықтан үй иесі Алла Тағала ол біздің тілегімізді бос қайтаруға ұялам деген Алла Тағала. Сондықтан біз қашан мешітке келген кезде біз Алла Тағалаға қонақ ретінде келеміз. Сондықтан ол үй иесінің ең жақсы үй иесі екенін, ол үй иесінің ешқандай қонақты ренжітпейтінін жақсылап түсінуіміз керек, иншалла. Осыған біз үмітімізді үзбеуіміз керек. Алла Тағала ла тақнату мин рахматилла дейді. Алланың күнәһар құлдары, Алла Тағаладан ешқандай жағдайда үміттеріңді үзбеңдер деген. Сондықтан біздің таудан күнәміз, қателіктеріміз таудан үлкен болса да, тастан қатты болса да, біз үмітімізді ешқашан үзбеуіміз керек, құрметті бауырлар. Және ол біздің үмітімізді ақтайтын бірден бір орын ол мешіт.